Келесі тапсырма көрінді ғой. Микробөлшектер әлемінде заттың бірлік көлемінде қанша бөлшек бар екендігін көрсететін шама. Көрінді, я? Так, заттың бірлік көлемінде қанша бөлшек бар екендігін көрсететін шама дейді. Қалай ойлайсың, қайсысы? Зат мөлшер... Молекула өлшемі? Ау? Молекула өлшемі? Или... Жоқ, молекула өлшемі емес. Молекула өлшемі деген физикалық шама жоқ. Ондай физикалық шама жоқ. Зат мөлшерін U деп белгілейтінбіз, есіңде болса. Мольдік масса үлкен М. Концентрация қалай белгіленеді? Кішкентай N. Молекуланың массасы М. Қайсы деп ойлайсың? Бірлік көлемде қанша бөлшек бар екендігін көрсететін шама. Формуласы міне мынау. Үлкен М баба, мольдік масса. Мына үлкен N дегеніміз бұл молекула саны. Молекула саны жазып отыр. В дегеніміз ол көлемі, е? Сонда бірлік көлемге қанша молекула бар екендігін көрсететін шама бізде молекула концентрациясы. Кішкентай N. Бірде жазып ал. Ережесінде формасында или скрин жасап ал. Скрин жасап ал. Хорошо. Молекула. Ойында сақтап отыр, жаттап отыр, я? Молекула концентрациясы. Кішкентай N. Үлкен N-іміз ол молекула саны. Так, молекула концентрациясының өлшем бірлігі бар, Арсен. Ол бізде метрдің -3 дәрежесі. Көлемде метр куб қой. Молекула концентрацияда дәреже -3 дәреже. Солай ұқсастырып жаттап алсаң болады. Жақсы, келесі. Қысымы 81 килопаскаль. Көрініп тұр ғой? Иә. Қысым P. Тығыздық қалай белгіленеді? Ро. Жақсы. Қысымы тығыздығы берілген оттегі молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын анықтаңыз дейді. Орташа квадраттық жылдамдық. Формасы есіңде бар ма? Жылдамдықтың? Орташа квадраттық формула ма? Так, бірден ондай форма жоқ, я бізде? Бұның. Так, P-ның формуласы бар. 3/1 ро в квадрат. Осы формадан квадраттық жылдамдықты түрлендіріп шығарамыз. Қалай түрленеді формула? Так, В дейміз да, түбір астыға саламыз. Дұрыс. 3/1 Q деген астына түседі да, P деген жоғары жаққа барады. Так, қара. Қайтадан айтайын. Төмен ішкі өтіледі еткені, жоғары жаққа шығып кетеді. Дұрыс айтасың, енді дұрыс болды. 3P-ны жоғары жағына шығарамыз, бөлшектің алдына ро астына түседі. Енді есептейміз. 3 көбейту. 81 килопаскаль. Неше дәреже? 3. Жақсы. 1/2-ке бөлеміз. Түбірден шығарамыз. Есептей ғой. Так, 1/2. 200. 275. 450 ма? Дұрыс. 450 метр секунд. Жақсы. Түсінікті деп ойлаймын, формуланы жаттап отыр осы кезде. Мынау қысымның формуласы. Молекулалық физика тарауы, молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын есептедік. Келесі. Электр тоғы өткізгіш бойымен суретте көрсетілгендей бағытта қозғалады дейді. Көрініп тұр ғой, сурет? Иә. Жақсы. Бізде тапсырма А нүктесіндегі магнит өрісінің индукция векторының бағыты қандай дейді. А нүктесіндегі магнит индукция. Солға емес. Так, тогда оңға қойдым. Дұрыс. Или оң ба? Оңға. Так, енді бұны нақты жауабын ұмыттыңқырап тұрсаң, онда оң бұранда ережесін пайдаланып, біз оңға деп жауап береміз. Енді қара. Бұл жерде тоғы бар өткізгіш дегеннен кейін тоқтың бағыты бар бұл жерде. Тоқтың бағыты міне төмен қарай деп тұр. Көрсетіп тұр. Тоқтың бағыты төмен қарай.
Индукцияны қалай белгілейміз? Магнит индукциясын. Магнит индукциясын ба? Магнит индукциясы үлкен V әрпімен белгіленеді, иә. Индукция, өлшем бірлік Тесла. Есінде сақтап отыр. Оң бұранда ережесі қандай еді бізде? Мынандай кәдімгі не ғой? Мысалы, бұранда шеге ғой. Бұранда шегені оңға қарай айналдырамыз. Оңға қарай айналдырдық. Оң бұранда деп тұр. Оңға қарай айналдырдық. Значит, индукция векторы оңға қарай бағытталған. Есіңде сақтайсың ғой? Төмен жағы бізде ток күшінің бағыты. Так, міне мынау кәдімгі бұранда шеге. Есіңде жақсы сақталады. Оң бұранда ереже. Міне жазып қой. Оң бұранда деген ереже бар. Кәдімгі бұранда шеге. Сол бұранда шегені оңға қарай бұраймыз. Өзінің атында тұр. Оң бұранда. Оңға қарай бұраймыз. Кәдімгі отверткамен де бұраймыз ғой. Бұранда шегені бұраған кезде бұл қалай? Төмен қарай неге кіреді, ағашқа қандай да бір. Бекітіледі ғой, бір нәрсені бекітеміз ғой сол арқылы. Яғни төмен қарай бағытталған ол ток күшінің бағыты, ал оңға қарай бұраған кезде бізде магнит индукция векторының бағыты болады. Есіңде сақтадың ғой? Оң бұранда ережесі. Келесі есепке кете береміз, иә? Келесі тапсырма көрінді ме, Арсен? Егер нысаннан шағылған радио сигнал дейді. Көрініп тұр, иә? Что-то есепті білем. Есеп формула білем апай бұны. Жақсы, айта ғой формуласын. Радиолокатор. S-тен дұрыс. В көйтілген Т бөлінген 2. Молодец. Дұрыс. Енді ұмытып қалсаң, радио сигнал, яғни дыбысқа байланысты болса, міндетті түрде біз осы формуланы аламыз. Негізгі формула бізде S-тен V-ті ғой. Дыбысқа байланысты болса, осыны 2-ге бөліп жүреміз. Осыны есіңде сақта, иә? S-тен V-тіні 2-ге бөліп жүреміз. Дыбысқа байланысты болса. Радио сигнал, радиолокатор, дыбыс десе. Формула түрлендірудің қажеті жоқ, бірден орнына қоя саламыз, иә? Бұны орнына S-ті қоямыз, көйтілген оның қанша дәрежесі? Жарайсың, дұрыс айтасың. 200 микросекунд. Неше дәреже? Оның -3 дәрежесі. Микро, мили емес. Оның -6. Жақсы, -6. Мили -3, микро -6, иә? Қысқартамыз. 2-мен 2-ні қысқарт жүрек. 3 көбейту, оның неше дәрежесі? Так, қазір. 4 дәрежесі ма? Оның 4 дәрежесі. Бірден белгілесек болады, иә? 3 деген. Жақсы. Молодец, формула жаттап алыпсың. Дыбыс десе, S-тен V-ті бөліп 2 болады. Жақсы. Келесі механикалық толқын көршілес. Механикалық толқынның көршілес 4 өркешінің арасы 6 метр дейді. Толқын ұзындығы қанша дейді? Толқын ұзындығын қалай белгілейміз? Лямбда. Механикалық толқын сызбасын көрсететін болсақ, мынандай, иә? Механикалық толқын өркеш деп тұрған түсініп тұрсың ғой? Өркеш деп тұрған не? Басқа өркештер ғой, иә. 1 өркеш, 2, 3, 4 өркеш қой. Осы 4 өркештің аралығы дейді. Арасы 6 метр дейді. Енді қара. Мына 1 өркеш пен келесі 2-ші өркештің ара қашықтығы бізде толқын ұзындығын береді. Мына лямбда, мынау лямбда, мынау лямбда. Не істейміз? Лямбдан табу үшін. 4-ке бөле ма? 6 4-ке. Жоқ. Неше лямбда жаздым мен? 4 өркештің ортасын 3-ке бөлесің. Сонда бізде 2 метр шығады. Есінде сақтадың ғой? Жақсы. Келесі. Тербеліс жиілігі 16 герцтан 20 000 герцқа дейін толқындар қалай аталады? Жиілігі көрініп тұр ғой, иә? 16 герцтан
20 000 герцке дейінгі толқындар қалай аталады? Мына герц, мына жиіліктегі дыбысты біз естиміз бе, Арсен, соны айтшы? Жоқ, естімейміз. Адам құлағы ести ме, естімей ме? Естімейді ғой. Естиді. Ести ме? Естиді. Адам құлағы 20 естиді. 000 ести ма? Иә, 16-дан жоғары болса біз естиміз. 16-тан төменгі дыбыстар болса біз оны естімейміз. Сөз. Жаза ғой, акустикалық толқын. Бірден жазып ал. Акустикалық толқындардың тербеліс жиілігі 16 герцтен 20 000 герцқа дейін. Так. Бірден жазып ал. Қалай дедіңіз? Акустикалық. Акустикалық толқын. Жазылды. Жақсы, келесі. Су бетінде таралатын толқынның ұзындығы 60 сантиметр дейді. Судың бетіндегі біздің көріп тұрған толқын ұзындығы 60 сантиметр болса, қарама-қарсы фазада тербелетін ең жақын екі нүктенің арақашықтығы дейді. Қалай ойлайсың? Қарама-қарсы дейді. Қарама-қарсы тербелетін ең жақын. Азайтады ғой. Ау? Қарама-қарсы азайтады ма? Так, енді қара, судың бетіндегі толқын мынанша болса, қарама-қарсы фазадағы ең жақын екі нүктенің арақашықтығы десе, біз мынаны екіге бөліп жібереміз. Жартысын аламыз ғой. 30 ғой сөзде. 30. Есіңде сақтап ал, иә? Судың бетіндегі толқын мынанша болса, қарама-қарсы фаза деген жаңағы. Мына бетіндегі толқын ұзындық мынандай болса, қарама-қарсы фазасындағы екі ең жақын нүкте деген мына төменгі жағындағы фаза ғой уже. Минус жақта кіреді. Ең жақын екі нүктенің арақашықтығы дейді. Мына нүктемен, мына екі нүктенің арақашықтығы. Бізге мынаны сұрап тұр. Сонда мынаның жартысын аламыз. Жартысына тең. Келесі. Интерференцияның минимум шарты қайсы? Интерференцияның минимум шарты. Анау СО ма? Так, мен саған жіберген не бар ғой, формула. Содан дұрыстап қара да нақтысын айт. Көз жеткізіп ал, дұрыс айттың ба, айтпадың ба? Так, сіз жіберген дейсіз ба? Таптың ба? 29-шы бет. 29-шы бет. Бонус деп жібердім ғой мен саған. Кітапша. 29-шы бет таша ғой. 29 интерференцияның минимум шарты. 2К плюс 1 лямбда бөлінген 2 ма? Жауап екен, иә? Есіңде сақтап ал, иә? 2К плюс 1 жақшаның сыртында лямбда бөлінген 2. Жақсы, келесі. Келесі бізде жебе тік жоғары 50 метр секунд жылдамдықпен атылды дейді. Тік жоғары. Көрініп тұр ғой тапсырма, иә? 50 метр секунд жылдамдықпен атылды. Жебенің потенциалдық және кинетикалық энергиясы тең болатын биіктік дейді. G берілген. Жылдамдық берілген, G берілген. Так, енді бізде айта ғой. Так, енді қара, жебе жоғары қарай қозғалды. Жоғары қарай қозғалған кезде бізде потенциалдық энергия қайтеді, арта береді, иә? Потенциалдық энергия арта береді да, жоғары қарай қозғалды дегенде, кинетикалық энергиямыз біздің кеми береді. Осы екеуі тура мына биіктіктің ең
биіктіктің, мынау толық биіктік болса, осы толық биіктіктің дәл ортасында екі энергия теңеседі. Кинетикалық және потенциалдық энергия теңеседі. Яғни бізге бірінші толық биіктікті тауып алу керек та, соны екіге бөле салу керек қой. Қалай ойлайсың, қалай анықтаймыз биіктікті? Жылдамдық және G арқылы. Екеуін көбейте ма? Жоқ. Кинематикада. Жоқ. Формула айтып едім ғой. В тең түбір астында 2G H. Міне мына формуланы негізге ала отырып H-ты табамыз. Енді айта ғой, қалай түрленеді? В жоғарыда 2G астында. Қандай қате жіберіп тұрсың? Квадрат. Дұрыс. Квадрат. Есептей қояйын. В-да ғана болады, я, квадрат? 250 болса ма? 2500 емес па? 2500. Иә, 2500. 50-дің квадраты 2500. 125 шығады. 125. Енді жауапты белгілеу үшін не істейміз, Арсен? Жаңа айттым. Теңестіріп аламыз да? Так, мына биіктікті не істейміз? 2-ге бөліп жүреміз. Жартысын алдық. Түсініп отырсың ғой? Биіктіктің дәл ортасында екі энергия теңеседі. Бізге соны сұрап тұр. Сол себепті қай жауап белгілейміз? 62,15. Так, 62,15 метрді белгілейміз. Жақсы. Түсінікті ғой, я тапсырма? Келесі. Екі ыдыста әртүрлі идеал газ бар дейді. Көрініп тұр ғой, Екі ыдыста әртүрлі идеал газ бар. Бірінші газдың молекула концентрациясы екіншісінен 2 есе кем дейді. Былай жазайық оны. Молекула концентрациясы жаңа айттым, N деп белгіленеді. N1-іміз екіншісінен 2 есеге кем дейді. N1-іміз екіншісінен 2 есе кем. Осылай жазып алдық. Келесі қысым дейді, қысым P1, P2 деп жазып алайық. Қысымды қалай жазамыз? Бірінші газдың қысымы екіншісінен 3 есе артық дейді. P1-іміз 3 P болады да, P2-іміз? Жай ғана P болады. Абсолют температураларының қатынасы дейді. T1-дің T2-ге қатынасы. Так, P тең N қатты формасы бар бізде, P1, N1, T1. K деген бұл бізде Больцман тұрақтысы, P2, N2, K, P2. Осы екі форманы бір-біріне қайтеміз? Бөліп жүреміз. Бөліп жүреміз. Екеуін бөліп жүрген кезде К мен К қысқарып кетеді. Мына жақта N1, T1 дұрыс, N2, T2. Орнына қояйық енді. P1-іміз бізде 3P, P2-іміз P, N1-іміз N, N2-іміз 2N, T1 бөлі T2. Қысқарып кетті. 2 ма? Ал 2 бола ма? Жауап бізде қандай болады? T1 бөлі T2. T1-ге қарама қарсы бізде ештеңе жоқ. T1-ге қарама қарсы ештеңе жоқ. 3-ті не істейміз? 2-ге көбейтеміз. Тең болады, 6 болады. Түсінікті ғой, Так, 6. Келесі. Жазып үлгердің ғой, Арсен, мен өшір салдым. Біраз үлгерейік, біраз есептерге үлгерейік деген ғой. Электролиз көрініп тұр ғой, электролиз нәтижесінде катодта 200 мг зат бөлінді дейді. Масса электролиттен өткен зарядтың шамасын табу керек. Q-ді табу керек қой. Так, енді
мынандай сұрақ. Электролиз заңы үшін Майкл Фарадей заңының формуласын білесің бе? Жоқ. Так, онда бірден жазып ал. Фарадей заңы немесе электролиз заңы. М тең К И Т. Кит деп жаттап алсаң болады. Масса кита деп орысша солай жаттауға ыңғайлы. М тең кит деп жаттап ал. К деген эквиваленттік, электрохимиялық эквиваленттік К жазып алсаң болады. Электрохимиялық эквиваленттілігі тұрақты санау. Беріліп тұр. И дегеніміз ток күші, Т дегеніміз уақыт, я? Немесе М тең К көбейту, мына айдың Т-ға көбейтіндісі бізге зарядты береді ғой, есіңде болса. Осылай жазсақ болады формуланы. Сонда бізге мына екінші формула келеді, я? Формуланы қалай түрлендіреміз? М бөлінген К. Дұрыс. М бөлінген К. Массамыз 200 миллиграмм деген неше дәреже? 10-3. Тағы да? 10-6. -6. Милли бар, еще грамм бар. Килограммға ауысқанда -6 дәреже. К бізде 2 көбейту 10-ның -7 дәрежесі. Мына жерде -1 дәреже қалды. -1 үстіне +1 болып қосылады. Сонда неше болады екен? 1000 кулон. Я ұйықтайды. Қазір. Арсен жас болдың ба? Иә. Келесі. Жарық айдан 1,127 секундта жетеді дейді. Ай мен жердің арақашықтығын анықтаңдар. Тапсырма көрініп тұр ғой, я? С-ті табу керек. Қалай анықтаймыз? Кәдімгі қарапайым формула ғой. Жылдамдық пен уақыт орын ауыстыру үшін байланыс формасы қандай еді? Абы көбейген С. Вот, я? С-тен бұл көбейтілген Т. Есепте ғой. Үш бүтін 181 ма? А жауабы дұрыс. 3,181, 3,18. А жауабы болады, е? Дұрыс. Жақсы, келесі. Келесі бізде үдетілген протонның массасы тыныштық массасынан 4 есе үлкен болатын жылдамдық. Бұл жерде тыныштық масса десе бірден массаның релятивистік, яғни арту формуласы бар. Релятивистік массаның формуласы деп жазып алына форманы. М тең болады М0 бөлінген түбірасында 1 азайту В квадрат бөлінген С квадрат. Тыныштық массаның массаның азаю формуласы деп жазсам болады. Массаның азаю формуласы. Релятивистік жылдамдық арқылы массаның формуласы деп жазсаң болады. Мына жерде бізде үдетілген протонның массасы тыныштық массасынан 4 есе үлкен дейді. Мына М0 деген тыныштық масса. Жаза саласына. М0 тыныштық масса. Тыныштық күйдегі массасы. Яғни индекстен 0 тұрса, тыныштық күйдегі масса деген сөз. Өлшем бірлік килограмм. Тыныштық массасынан 4 есе үлкен десе біз оны қалай жазамыз? М тең 4 М0 деп жазсақ, келісесің ғой? Мынаны 4 М0 деп жазып жүретін болсақ, қысқарып кетеді, е?
Нөлдер қысқарып кетеді да. Мына екеуін біз көбейтіп, или көбейтпей қазір былай істейік. 4 тең болады. Былай турасында 1 азайту в квадрат с квадрат деп жазайық. Ары қарай шығару үшін не істейміз? Бұл жақ не тауып, жылдамдық тауып керек па? Бізге жылдамдық тауып керек, иә. Ана бұны тауып керек. Так, бұны тауып үшін Жоқ, ешқандай формула керек емес. Мына теңдеуді шешуіміз керек. Ары қарай не істейміз? Келесі шақ қандай болады? 4-ті көбейтеміз сыпырастыған ма? 4 көбейту 1 азайту в квадрат с квадрат тең 1 деп жазып алдық. Или 4-ті мына жаққа жіберейік та, бұлай жазайық, осылай дұрыс болар, е? Ары қарай біз екі жағын квадраттаймыз, түбірден құтылуымыз керек, е? Сонда 1 азайту в квадрат бөлу с квадрат тең болады 1 бөлінген неше? 1 бөлінген 16. Енді в квадрат бөлінген с квадрат тең болады. Мына жаққа шығарып жібердік деп ойлайық, мына жаққа әкелдік. 1 азайту 1 бөлінген 16 болады, е? Бұл тең болады 16-дан неше болады? 16-дан 5, 15. 15, дұрыс айтасың. Енді в квадрат тең болады. Қалай болады? Пропорция. Бөліп береміз ананы? Мынандай пропорция болып тұр сенде. В квадрат бөлу с квадрат тең болады. 15 бөлу 16 болып тұр ғой. Осыдан в квадратты табу керек болып тұр. Айта ғой. 16 астына түседі, ана с квадраттың 15 жоғары. Дұрыс. Бұның өзін табу үшін не істейміз? Төбірге аламыз. Енді есептей ғой. Сының орнына қоймай-ақ қоямыз, себебі жауапта сымен сұрап тұр. С квадраттан түбірден сыны шығарып қойдық, енді сандарын ғана есептейміз. Өшіре беріңіз. Түбір табамыз. Неше шықты? 0 деген дұрыс па, әлде 0,9 деген дұрыс па? 0,968 болған. Солай шықты ма? Менде солай шықты. 0,9. Ау? Сыз жауабы. 15-ті 16-ға бөлдім да, түбір таптым. Сен солай істедің ба? Бірақ менде что-то басқа шығады. 15 бөлу 16 тең болады 0,937, одан түбір таптым. Сонда 0,968 шықты. Сөзсетті. Дұрыс па? Сыз жауабы. Үлгердің ғой, жазып, өшіре берейін ба? Аха. Жақсы. Келесі. Толқын ұзындығы ең қысқа электромагниттік толқын. Мына берілген толқындардың ішінде толқын ұзындығы ең қысқа электромагниттік толқын. Гамма сәулесі. Жазып ала ғой. Толқын ұзындығы ең қысқа электромагниттік толқын гамма сәулесі. Оны жаттауға тура келеді. Қазір. Толқын ұзындығы ең қысқа электромагниттік толқын гамма сәулесі. Келесі есеп көрінді ғой, ұзындығы 10 метр тегіс жылтыр көлбеу жазықтық бойымен
жүкті 5 метр биіктікке сүйреп шығарғандағы жұмыстан қанша ұтыс береді дейді. Жұмыстан берілетін ұтыс дейді. Ұзындық. Бірінші ұзындық бізде L1 10 метр болса, L2-міз, L2 емес, биіктік 5 метр болса дейді, қанша ұтыс береді. L2 десек те болады негізі. Бұл жағдайда көлбеу жазықтық деген, көлбеу жазықтық қой. Көлбеу жазықтық болса, мынау биіктігі, мынау 5 метр, мынау биіктік болса, мынау көлбеу жазықтықтың ұзындығы 10 метр болса, мына жерде мынау тіреу болатын болса, бұл жерде біз күштен ұтыс беру мүмкін. Күштен ұтыс беру мүмкін. Орын ауыстырудан да ұтыс беру мүмкін, бірақ жұмыстан ұтыс бермейді. Жұмыстан ұтыс бермейді, жаттап ал, иә? Механиканың алтын ережесі бойынша күштен қанша есе ұтса, орын ауыстырудан сонша есе ұтылады деген ереже бар ғой. Күштен, осы ережені жаттап ал. Күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Яғни екеуі бір-біріне кері ғой. Есе ұтыламыз. Яғни күшпен орын ауыстырудан ұтылыс алуымыз мүмкін, көлбеу жазықтық болса. Жұмыстан ешқандай ұтыс бермейді екен. Яғни есепті шығармай 0 деп бірден белгілейміз. Көрдің ба жазып? Қазір қарамыз. Все. Келесі. Тізбектегі ток күші дейді. Көрініп тұр, иә? Сурет көрініп тұр, электр тізбегі. Пайдалы әсер коэффициентін анықтауымыз керек. Берілген жаза берді. Эпсилон деген ол электр қозғаушы күші, 3 вольт берілген. 4,5 Ом деген ол не, Арсен? R ғой. R. Я, дұрыс айтасың, R кедергі. Так. Кедергі. Вольтметр беріліп тұр, бірақ вольтметрдің нешені көрсетіп тұрғаны белгісіз. Я? Оны біз қас табуымыз керек есептеп. Амперметр берілген, амперметрдің көрсеткіші арқылы біз айды нешеге тең екенін тауып алайық. Суретке қарай ғой. Табу керек, так. Пайдалы әсер коэффициенті. Амперметрдің көрсеткіші нешеге тең екенін табу үшін біз бөлік құнын білуіміз керек. Мына жер 0 болса, мына жер 1 дейді. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлікке бөлінген екен. Амперметрдің көрсеткіші нешені көрсетіп тұр, Арсен? Ол үшін біз бөлік құнын анықтаймыз. Естіп тұрсың ғой, иә? Иә. Аспаптың бөлік құнын анықтаймыз. Ол үшін біз қатар тұрған 2 санды аламыз, 0 мен 1. Үлкеннен кішісін азайтамыз. Және осы 2 санның ортасы неше бөлікке бөлінген, соған бөлеміз. Сонда неше шығады? Бірді 5-ке бөлеміз. Неше болады? 20% ба? Жоқ, пайызды әлі есептеген жоқпыз, Арсен. 0,2 шығады. 0,2. Бұны біз не үшін есептеп отырмыз? Бұл бізде аспаптың бөлік құны. Стрелкамыз 3-ші нүктеде тоқтап тұр, амперметрдің көрсеткіші. Яғни біз 0,2-ні 3-ке көбейтіп жүрсек, ток күшінің мәні нешеге тең екендігін білеміз. Неше болады? 0,2 3-ке көбейтем ба? Иә. 0,6, яғни 60% ба? Жоқ, пайызға асықпа. Пайызда есептемедік, Арсен. Біз тек амперметрдің көрсеткішін жаздық. Ай тең болады 0,6 ампер. Енді есептейміз уды. Қалай есептейміз? Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласын қолданамыз. Эпсилон көбейтілген 1 біледі ғой. Так. Ол сен айтып тұрғаның, ол толық тізбек үшін Ом заңы. Бізге жай Ом заңы керек.
Жай оң заңның формасы и тең у бөлінген р. Осыдан уды табайық. Форма қалай өзгереді? R мен ана R көйтіледі екеуі. Жақсы. 4,5-тен 0,6 көбейтеміз. 2,17 болды. Так, енді пайдалы әсер коэффициентін табу үшін уды эпсилонға бөлеміз, көбейтеміз 100%-ға. Формуланы есіңде сақта бол, жарай ма? Ұмытып қалсаң, кішкентай санды үлкен санға бөлеміз, 100%-ға көбейтеміз. Түсінікті ғой? Кернеулер арқылы есептейміз. Осыны ұмытпа, кернеу арқылы. Мынау да кернеу ғой, бұл бізде электр қозғаушы күш. Екеуінің өлшем бірлігі 1 вольт. Енді есептей ғой. 90 шыға ма? Сол кезде? Қазір 1 минут. 2,17-ні 3-ке бөлеміз. Жақсы, дұрыс, 90% шығады. Түсінікті ғой, тапсырма? Күнші жасауай. Все түсінікті. Келесі. Так, бір атомды идеал газдың температурасы дейді. Көрініп тұр ғой, Бір атомды идеал газ десе, біз еркіндік дәрежесін бірден жазып аламыз 3-ке тең. Коэффициент қой. У тең болады 2-ден 3, немесе 2-ден 5 деп формулада жазып жатамыз ғой. Сол кезде еркіндік дәрежесі дейді, бір атомды болса 3-ке тең деп жазамыз. Дельта Т дейді. Дельта Т берілген газдың температурасын дельта Т-ға изохоралық жолмен. Изохора десе, қайшама тұрақты? Изохорада. Изохорада көлем тұрақты. Жұмыс 0-ге тең. Осын жазып қойып қазірге. Көлем тұрақты жұмыс 0-ге тең. Және жылу мөлшерін қалай белгілейміз? Q. Q 1 144 джоульға тең деп жазып қойайық. Пока что. Одан кейін изобаралық қыздыру дейді. Изобара. Қайшама тұрақты? Қысым. Дұрыс. Изобарада қысым тұрақты. Q2 берілген 480 джоуль. Газ температурасының өзгерісі дейді. Мынаны дельта Т1 десек, бізге дельта Т2-ні табу керек. Екі түрлі процесс берілген, изобара, изохора. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Термодинамиканың бірінші заңының формуласын айта қойшы, Арсен. Термодинамика. Бірінші заңының формуласы. Q тең деп басталады. Q тең. Дельта U қосылғана, жақсы. Дельта U қосылғана формуласы ғой. Енді изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының формуласы өзгеріп кетеді. Жұмыс 0-ге тең болып тұр ғой. Сол себепті бұл жерде бізде Q1 тең болады, дельта U болып тұр. Ал изобаралық процесс кезінде мына форма өзгеріссіз алынады. Q2 тең болады, дельта U қосылған A деп алайық. Енді орнына қойық. Q1-міз бізде 144-ке тең. Дельта U дегеніміз ол 2-ден 3 нью R-ға тең. Жаңа жаздық қана жерде. Нью R-ті. Ішкі энергияның формасы. 2-ден 3 нью R-ті. Дельта Т, е? Дельта Т1. Q2-міз бізде 480-ге тең. Ішкі энергия мынаған тең. 2-ден 3 нью R, бірақ дельта Т2 болады бұл жерде. Себебі изобаралық процесте температураның өзгерісі басқа. Бізге осы шаманы сұрап тұр. Табу керек. Енді жұмыс бізге неге тең? Жұмыс дегеніміз П дельта В-ға тең. Немесе ол дегеніміз
нью r-ға тең. Нью r дельта t2 деп жазамыз. Кішкене күрделі есеп жаттыққанша, бірақ үйреніп алсаң негізі оңай. Мына қара, мына жерде нью r дельта t2. Мына жақтар кәдімгі x сияқты болып тұр ғой. Мына жерде 1 бар деген сөз, коэффициенттерін қосамыз. Нешеге тең болады, Арсен? 1-ді біз 2-ден 2 деп алсақ та болады, я? Мына жаққа кішкене. Мына жерде 1 деген сан бар деген сөз. 1-ді біз 2-ден 2 деп алдық. 2-ні 2-ге бөлсек 1 ғой. Бізге мына жерге ортақ бөлімге оңай болу үшін 2-ден 2 деп алдық. Келсесің ғой? Сонда коэффициенттерін қоссақ 2-ден 5 деген шығады. 480 тең болады 2-ден 5 нью r дельта t2. Міне ықшамдап алдық. Мынау бізде бірінші теңдеу, мынау бізде екінші теңдеу. Екінші теңдеу. Бірінші теңдеуді екіншіге бөліп жіберейік енді. Мына жер қайтадан жазсақ 144, 2-ден 3, нью r дельта t1. 480, 2-ден 5, нью r дельта t2. Екеуін бір-біріне бөліп жіберсек, нью мен нью қысқарып кетеді. R мен R қысқарып кетеді. 144 бөлу 480 деп жазайық. 2 мен 2 қысқарды. Тең 3 бөлу 5 болады. Дельта t1-іміз жазайық өзін. Дельта t2. Болды, бізге мына формула керек. Осы формуланы түрлендіріп, енді дельта t2-ні анықтай саламыз. Күрделі есеп екен, е? Енді айта ғой, формуланы қалай түрлендіреміз? Қазір тәкті. Нені тау керек дедіңіз апай? T2-ні ма? Мына астындағы дельта t2-ні тау керек. Ортасында не тұр апай? Азайту ма? 3 бұрыш па? Бөлу ма екеу бірге? Бөлу. Бөлшек қой, кәдімгі пропорция. Осын түрлендір. 144 астына түседі да? Дұрыс. Көйту 5 қойымдағы. Аяқ 5 тұр ғой. Дұрыс. Аяқта 480 көтілген 3 t1. Дұрыс. Енді есепте ғой. Төрт 83-ке көбейтеміз. Неше шықты? 2 көбейту дельта t1. С жауап. Шығаруға болады екен, е? Бірақ күрделі екен, миым қорытпады тұрсыз. Енді қара. Изохоралық процесс деп жеке жаздық. Изобаралық процесс деп жеке жаздық. Одан кейін изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы қалай орындалды, соны жаздық. Одан кейін изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы қалай орындалды, соны жаздық та екеуін бір-біріне бөлдік. Қысқаша айтқанда. Біраздан кейін видеоны жіберем, тағы да бір қарап шығия осы есепті. Өшіре берейін бе? Ja. Так, импульсы 7,5, 7,5 көрініп тұр ғой, я? 7,5. Импульсті қалай белгілейміз? Импульс тома? 7,5, оның 23 дәрежесі. Минус па, плюс па? Как пока былай жазылды. Мынау Планк тұрақтысы H деген. С деген жарық жылдамдығы, я? Мынау Планк тұрақтысы. Фотонның жиілігін табу керек дейді. Бұны біз табу үшін фотон энергиясын
фотонның энергияларын теңестіреміз. Жарық энергиясын. Жарық энергиясын формасына теңестіреміз. Так. Мына жерде М көбейту сымыз бізде импульсті беріп тұр. Сонда бізде мынандай форма шығып тұр. H нью тең болады П көбейту С. Осыдан ньюді табамыз. Жиілікті ньюді белгілейміз ғой. Формула қалай түрленеді? Лямбда астына түседі. Пысы жоғары. Мынау лямбда емес H. H астына басында түседі дұрыс. Енді есептейік. Енді есептейік. 6,162 оның минус 34 дәрежесі. 3 көбейту оның 8 дәрежесі. 7,5 көбейту оның 23 дәрежесі. Минус қой деймін. Минус дәреже. 23 ба? Иә, минус 23. Тек сандарын есептей сал, дәрежелерін есептемей қой. Уақыт үнемдейсің сонда. Аха, қазір. Үш бүтін оннан төрт деген дұрыс па? Дұрыс, иә. 14 көбейтілген оның қанша дәрежесі? 19 дәреже. 19. 23, 34 үстіне плюс болып барады. Сонда бізде 11 дәреже. Үстіне плюс болып барған кезде 23-ті азайтып тастаймыз, 11 дәрежеге 8 дәрежені қосамыз, сонда 19 дәреже. Дұрыс. Плюс 19 дәрежесі. Келесі. Контекстік тапсырма. Суретте берілген су бар, өлшеуіш цилиндр берілген. Суға тасты салған кезде судың деңгейі көтеріледі. Судың тығыздығы берілген, тастың тығыздығы берілген. Цилиндрдің бөлік құнын анықтау керек. Қалай анықтаймыз бөлік құнын? Арсен? Ау, апай. Бөлік құнын қалай есептейміз? Аспаптың. Кез келген аспаптың бөлік құнын. Қатар тұрған екі сан. Кез келген екі санда айтшы қатар тұрған. 150. Екі сан. 150 мен қандай сан? 100. 150 және 100. Қатар тұрған екі санның үлкеннен кішісін азайтамыз. Соны бөлеміз. Мына осы сен 150 мен 100 дедің ғой. Соның ортасындағы бөлік санына бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына қара. 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлінген. Неше болады? 10. Бөлік құны 10 сантиметр куб. Сантиметр куб екенін білу үшін сен мына төбесіне қарайсың. Сантиметр куб деп тұр. Түсінікті ғой, иә? Барлық кез келген аспаптың бөлік құнын осылай есептейміз. Келесі. Келесі тастың көлемі дейді. Мына мензуркаға құйылған судың бірінші түрі мынандай болса, екіншіде тасты салған кезде судың деңгейі жоғары қарай көтерілген, иә? Енді тастың көлемін есептеу үшін не істейміз? Суретке қарап табуымыз керек.
Көлем көтерілген ғой. Иә. Мына жердегі судың мөлшерінен, мына жердегі екеуін бір-бірінен азайтамыз ғой. Үлкеннен кішіні азайтамыз, сонда бізде тастың көлемі шығады. Ол үшін бізде В1, яғни мынау нешеге тең болып тұр, соны тауып алайық. 50-ден нешеге асып тұр? 2 есеге ма? Тура жартысында тұр ғой, 100 бен 50-дің жартысында 2,5 есеге артып. Сонда бізде 75 дұрыс айтасың. В2-міз 100 бен 150-дің жартысы ғой. 125 дегенде. 125 сантиметр куб. Енді осы екеуін бір-бірінен азайта саламыз, сонда тастың көлемі шыға келеді. Неше болады? 50. 50 сантиметр куб. Түсінікті ғой, ә? Аха. Мен өшіре салдым. Уақыт өтіп жатыр. Цилиндрдің бөлік құнын анықтадық қой. Так, енді қарай ғой. Өлшеуіш цилиндрден су төгілмейтіндей көлемі осындай тағы неше тас салыламыз дейді. Неше деп ойлайсың? Тағы неше тас салыламыз мына цилиндрдің ішіне? Екеу шығар. Ең жоғарғы 200 екен. Барлығы 2 тас салыламыз. Е? Барлығы 2 тас салыламыз. Сонда бізде тағы да неше тас саламыз дейді. Сонда бізде жауап қандай болады? 1 болады. Жақсы. Кішкене логикаға салады екенбіз, бұл есеп шығарған кезде. Келесі тастың массасы қандай дейді? Тастың көлемі және бізде 50 болды. Тастың тығыздығы 2500. Массаны қалай анықтаймыз? Не роға ваны көбейтеміз. Дұрыс айтасың. Енді мына жерде сантиметр кубты метр кубқа қалай ауыстырамыз? Дәреже неше болады? Иә. Сантиметр куб метр кубқа қалай ауысады? Неше дәреже? 6. -6 дәреже. Есепте ғой. 2500. Оның -6 дәрежесі. -3 дәреже қалды. 125. 25-тің 3 дәрежесі? -3 дәрежесі. Килограммен шықты. Граммен айтсақ, біз 125 грамм десек болады, е? Аха. Жауап. Келесі. Архимед күшін есепте дейді. Архимед күшінің формасы қандай? Архимед, ро V-G. Ро, сұйықтың тығыздығы, G, В дененің көлемі, е? Судың тығыздығы 1000, G 10, дененің көлемі 50. Оның -6 дәрежесі. 4-0 қысқарды, -2 дәреже қалды. Да, 0,15 ньютон шыға ма? 0,15 ньютон. 5-0 екен ғой, бәсе? 0,15 ньютон. Жақсы. Келесі бізде мынандай. Так. Арсен, келесі тапсырмаларды мен WhatsApp-қа жіберем. Неше есеп қалды? 26, 35. 4 есеп па? Жоқ, бір 7 есеп па? Сондай қалды. Толық нұсқа ғой. Біз 26-ға келдік уже. 10 есеп қалды. Жарайды, аяқтай салайық. Так, қара. Зумды өшіріп сайма дегенім ғой. Өшірсе қайтан қосыла саласың, е? Массасы берілген, уақыт берілген, атқарылған жұмысты табу керек. Еркін құлаған деп тұр. Значит, жұмысты тапқан кезде жаңағыдай. Дене еркін құлады. Яғни биіктік бар деген сөз. Потенциалдық энергияны өзгеріс арқылы анықтаймыз. Есінде сақтап бол, е?
Так, ол бізде MGH. Биіктік жоқ. Биіктікті қалай табамыз? Уақыт арқылы. Уақыт? Уақыт және G арқылы. Бағана екіге бөліп жібереді. 2GH па? G квадрат бөлінген 2. MG и G квадрат бөлінген 2. Міне бірден осылай есептей салсақ болады. Массамыз бізде 50, G бізде 10, көбейту 10, көбейту T-ның квадраты 100 тағы да бөлінген 2. Неше шығады? 25 мың? 250 мың. 250 мың. Неше жауап бар? Так, 2-ді 1 жауап, одан 250 в жауап. Болды, я? Потом, болды, басқа жоқ. Болды. Бар ғой. Жоқ. Минусқа келмейді. Аха. Так. Келесі тапсырма көрінді ғой? Так, температура кішкентай Т берілген, үлкен Т-ға қалай ауыстырамыз? 273 қосады. Қосамыз, е? Неше болады? 300 болады. 400 емес па? 400. Так, үлкен М берілген, универсал газ тұрақтысы берілген, квадраттық жылдамдық. Орташа квадраттық жылдамдықты табу керек молекуланы. Так, формуланы жаттаймыз. 3RT бөлінген үлкен М. 3 көбейту 8,131, Т-мыз бізде 400. 4 көбейту М бізде 10-3 дәрежесі. 4 пен 4-ті қысқарта салайық. Минус 3 үстіне плюс 3 болып барады, 10-5 дәрежесі. Так, пластик. 3 көбейту 8,131 көбейту 10-5 дәрежесі. 5 дәрежеден бізде түбі шықпайды. Дәрежені жұпқа келтіреміз. Дәрежені біреу мұнда берсек, 4 дәреже, 83,1 болады. 10-ның 2 дәрежесі. Мына жерде 10-ның 4 дәрежесінен 10-ның 2 дәрежесі түбірден шықты уже. Енді 3-ті көбейтеміз 83,1. 1580 деген дұрыс па? Я. 1580 деген дұрыс. Метр секунд. 3 жауап е бізде. Аха. 3 жауап. Келесі есептерді Арсен, мен саған WhatsApp-қа жіберейін, өзің шығарып көр, жарай ма? Аха. 28. 5 есеп қалды. Қатты қиын емес. Үйден шығара ғой. Үйден шығарып, маған WhatsApp-тан жібересің, жарай ма? Аха. Жақсы. Осылардың барлығын дұрыстап жазып ал. Сабақты сақтап қойдым, тағы бір көрсең болады. Ертең тағы болады, я қосымшамыз. Аха, жарайды, рахмет апай. Жақсы, сабағымызды аяқталды. Сау бол ғой.